Balalar сәлемдесіп алайық. Сәлем алтын күн, сәлем ауған жер, сәлем айнала, сәлем баршаға. Жарайсыздар, отыра қойыңдар балалар. Қазір жылдың қай мезгілі балалар? Қыс мезгілі. Яғни қыс мезгілінің соңғы айы. Назар аударайық суретке. Қыстың бейнесі, я осыны әр тапсырма орындай отырып балалар, қыс көріністерін толтыратын боламыз. Және сендерді бәйшешек гүлі арқылы бағалап отырамын. Неге бәйшешек гүл десеңіздер, балалар, қыстың соңғы ай болғандықтан осы бәйшешек гүлі ең алғашқы гүлдейтін гүл екен. Суретке қараңдар, ата әжені гүлдерді көріп тұрсыз балалар. Ата әже және оқушылар, яғни біз. Ата әже өткен сабақта келі бізге тапсырмалар беріп кетіп еді, балалар, я? Қайталап жіберейікші, қандай сөздер екен? Ата әженің сөздері қандай сөздер? Қонақты төрге шығару. Сәлеметсіз бе? Даусымызды шығарамыз балалар. Жақсы. Нұрсая, сендерде? Сәлем. Мұхамеджан? Уағалейкум ассалам. Сабыржан? Кешіріңіз. Алина, сендерде? Үлкенді сыйлау. Сабина? Зере? Ата әжені құрметтеу. Сіздерде? Қандай сөз? Жарайды. Кәусар, рахмет. Екі мақал мәтелдерін жаттап келіңдер деп еді, балалар, орындадық па? Еңбектің. Нанды жылауға жанды. Жарайды, тағы. Назерге айтамыз. Жігітке жеткі сүннеті қос қопқа қолдады. Ой, керемет. Жақсы бала бей. Семіздікті де қара қой көтереді. Семіздікті тек қана қой көтереді. Тағы кім айтады мақал мәтел? Ананың көргіді балада, баланың көргіді. Жақсы. Бүгін бала, суреттер арқылы мақал мәтелдерімізді толықтыра түсетін боламыз. Кәні кім оқып береді екен бірінші? Айнұр келе ғой. Ол өсір, ана қарап қыз өсір. Әке асқарты баланың тілі бал. Аспа. Кітап алдың қазына ата байтерек бала жапырақ. Жақсы. Бала Көз құрқақ қолбаттыр. Әкеге қарап өсір, анаға қарап қыз өсір. Әке асқар тау. Баланың тілі бал. Кітап алтын қазына. Ата байтерек бала жапырақ. керемет. Көз құрқақ қолбаттыр. Әкеге қарап өсір, анаға қарап қыз өсір. Әке асқар тау. Баланың тілі бал. Алтын қазына. Көз қорқақ қол батыр, әке қарап ұл өсер, анаға қарап қыз өсер, әке асқар тау, баланың тілі бал, кітап алтын қасына, ата байтерек, бала жапырақ. Жарайсыңдар бала. Дыбыстар нешеге бөлінеді? Қандай? Дауыссыз. Буын дегеніміз не? Қанша дауысты дыбыс болса, сонша буын болады. Жақсы. Раяна, тасымал дегеніміз не? Жазу жолда сипағатсыз буынға бөлініп тасымалдайды. Жақсы, керемет. Дыбыс дегеніміз не? Естиміз, айтамыз. Ал әріпті жазамыз. Жақсы балалар. Дыбыстар ұяшығын ашайық. Қай суретті таңдаймыз? Содан кейін мен Пингвинді ма? Пингвин. П дыбысынан басталады екен. Дауысты ма, дауыссыз ба? дауыссыз. Бала, дауыссыз екен, я? Жарайды. Ананас, я? Ананас дауысты ма, дауыссыз ба? Дауысты. Жақсы. Я елік, дауысты ма, дауыссыз ба? Дауысты.
балалар. Енді осы сергіту жаттығудың ішінде, өлеңнің ішінде балалар кімдер туралы айтылған? Кімдер туралы айтылды? Отбасы. Яғни кімдер тұрады екен отбасында? Әке, ана, апа, әпке, әже, іні, сіңлі және өзінен кіші. Өзінен кіші қызды бұл балалар не дейді? Қарындас дейді екен, я? Барлығын балалар бір сөзбен не деп атайды екенбіз? Отбасы дейді екенбіз. Отбасы дегеніміз не? Бір шаңырақ астында жақын, ең жақын адамдарды кім дейді екенбіз? Отбасы дейді екенбіз. Енді осы отбасында қандай сөздер балалар буынға бөлініп, бірақ тасымалданбайды? Қандай сөздер тасымалданбайды? Әже, Ата, әже, іні, әке, апа. Бұл сөздер неге тасымалданбайды? өйткені бірінші буында Тұралып кетеміз. бірінші буында Дыбыс жалғыз дыбыс балалар, екі буыннан тұрады, бірақ бірінші буын бір дыбыстан тұрғандықтан тасымалданбайды. Бір осының ішінде балалар ата, сіңлі, қарындас. Атаның буынға бір көрсеңіздер. Ата. Неше буын екен? Екі буын. Бірінші буында бір ат, екінші буында екі дыбыс. Жарайды, келіңдер, кім дыбыстық талдау жасай жібереді? Келе. Ата. Дұрыс жасадың балалар? Ал баяны буынға бір? Сіңлі. Бірінші буында неше дыбыс екен? Бірінші буында неше дыбыс екен? Үш дыбыс, екінші буында екі дыбыс. Ал буынға бөлеміз. Балалар буынға бөлеміз. Қарындас. Балалар, міне екінші буында үш дыбыс, үшінші буында үш дыбыс. Яғни буындағы дыбыстарды бөлуге болады ма балалар? Әріптерді? Болады ма? Болмайды. Өйткені олар дос балалар. Достарды ажыратуға болады ма екен? Болмайды. Бірінші буын қа, екінші буын қарындас. Қарындас. Яғни балалар, тасымал дегеніміз не еді? Кім айтып жібереді? Айта ғой. Керемет. Балалар, міне бірінші буынды жазамыз, қалған екінші, үшінші буынды жаңа жолға жазады екенбіз. Немесе екі буынды жазамыз. Екінші буын неше әріп еді? Үш әріп, қарындас. Үшінші буынды келесі жолға жазады екенбіз. Дұрыс па балалар? Жазу жолына сыймаған сөз буынға бөлініп тасымалданады. Жақсы балалар. Қазір кім шығады? Раяна келе ғой. Дауысты дыбыс болса, сонша буын болады. Жақсы. Мұхаммеджан келе ғой. Жуан дауысты дыбыстарды ата. Неше рет қазақ тілінде жуан дауысты дыбыстар? Я? Төртеу еді ғой балалар. Және о балалар, я? Жарайды. Апай, содан кейін не? Тасымал дегеніміз не? Жазу жолына сыймаған сөз буынға бөлініп тасымалданады. Ой, керемет, жарайсың. Алам. Жарайсың. Я? Үш тағы. Қоян сөзінде неше әріп, неше дыбыс бар балалар? Буынға бөлініп. Қоян. Неше әріп, неше дыбыс бар? Екі буын бар. Я неше әріп бар? Төрт. Жарайсың. Добын апар назардың, деді ағам бармадым, тамшылмадым орнымнан, аға тілін алмадым. Сен қай сөзді айтпадың? Балалар, ағасы жұмсаса бармапты, дұрыс па, бұрыс па? Я, бұрыс, яғни үлкендер жұмсада не істеу керек балалар? Я, тіл алуымыз керек, баруымыз керек балалар. Назардың істеген дұрыс па, бұрыс па сол? Бұрыс, дұрыс емес, яғни.
Осы келген бетінде допты қудың жарыстың, көшенің сол шетінде кезікті бір танысың. Ұмыттық сен не деді? Таныс адамдар кездескенде біз не деуіміз керек? Ассалаумағалейкум. Тағы да? Саламатсыз ба? Тағы да? Сәлем бердім. Қалайсыз? Жақсы. Тағы да? Амансыз ба, я? Яғни біз не қыламыз балалар? Әдептілік сөздерді жаттап қолданып жүруіміз керек балалар. Дейді ағам бармадым, тапшырмадың орнынан, аға тілін алмадым, сен қай сөзді айтпадың? Жақсы. Дейді ағам бармадым, тапшырмадым орнынан, аға тілін алмадым, сен қай сөзді айтпадың? Үй артында қоқысты жатқан көптен үйіліп, тазалайды кірісіп, үйлі жолға иліп, не дегенін жөнеді, топты апардың азардың, дейді ағаң бармадың, тапжылмадың орнынан, аға тілін алмадың, сен қай сөзді айтпадың? Жақсы, жақсы. Балалар, екінші жаттығуда сендерге тапсырма берген, өлеңді қатесін түзеп жаз. Яғни бізге өлең түрінде жаттығу берілген екен. Әрқашан озба әдеттен, әдетпен сөйлеп әдеттен. Кім оқиды, кім қатесін табады? Жазамыз, әдемі жазамыз, балалар. Тақтадан жазамыз, балалар. Тақтада жазылып жатыр ғой. Онан бізде қойылады. Жақсы, балалар. Ендігі тапсырма бізде деңгейлік тапсырма. Бірінші деңгей буындардан сөз құрайсыңдар. Тапсырманы орындаймыз балалар. Тез уақыт кетіп барады. Балалар оқиды. Қарын, қасық, қайық. Және қазақ. Жақсы балалар. Біз қыз көрінісін толықтырып балалар. Яғни кім айтып береді қыз көрінісін? Балалар сабақ ұнады ма? Олай болса, мына жерде білім ағашына ұштарымызды қондырамыз. Неге? Өйткені балалар қандай ай келе жатыр? Қай жыл мезгілі келе жатыр? Көктем келе жатыр. Яғни көктемде құстар не қылады екен? Қайтып келеді екен. Үйде әдетті сөздерді жаттаймыз, балалар, пысықтаймыз. Жақсы балалар.